Сәлем достар, олай болса магистратурада кеп қалады деген сұрақтарға тоқталып кетейік. 56 сұрақты біз өткен сабақта қалдырып кеткен болатынбыз, соны талқылап жіберейік. Ағылшын тілін 0-ден бастап үйренгілеріңіз келетін болса, біздің курсқа тіркеліп кетіңіздер. Кеттік оласы. Choose the necessary form дейді. Сәйкес келетін форманы таңдаңыз дейді. I with her words and couldn't say no дейді. Жоқ деп айта алмадым дейді. Қай жақта тұр? Past simple'да тұр. Бізге значит past керек та. Не? Осы жақ кетті ма үшеуі? А немесе Б қалды. Әрекет маған жасалып тұрды, значит passive voice болу керек. Passive voice дегенде to be with деп айтқанбыз, иә? Be етістігі. I was flattered with her words and couldn't say no дейді. Ол қыздың сөзіне мен неғылдым дейді. Жаңағындай таңғалып қалдым да, сосын барып жоқ дей алмадым дейді да. Сол үшін жауап не болады? А варианты болады. Бәрекелді, олай болса келесі. He was very sorry. So many lessons just before the exam did. He was very sorry. Өткен шақта болу керек, значит не болады? To have missed so many lessons. Яғни көп сабақты жібергеніне өкініп қалды дейді, иә? Емтиханнан бұрын. I don't remember him before having seen болады. Яғни көргенімді, иә? Есімде емес дейді. Көресің, соны есімде емес. Значит көрмеген болып тұр ғой. Келесі. Congress in the present law. Law әрекет осыған жасалады. Опять passive voice керек. To be enforced. Д варианты болады. И 60-шы сұрақ бізде. She doesn't want-тан кейін to болады. To be caught. Яғни әрекет she-ға жасалады. Сол үшін to be caught болады. I can't remember my father of the book. I can't remember my father having talked of the book дейді. Having talked of the book. Having been talked деп айтпаймыз. Әкесі ол туралы айтқанда, значит не болады? Having talked. А вариант болады. И мына жерде 62-де қайсысы болады, өздеріңіз белгілеп кетіңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.